қабілетіңді көрейік. 3 күн тегін жұмыс істеп дәлелде. Сұхбаттасудан өттің, ал бастық қабілетіңді 3 күн тегін жұмыс істеп көр деді ме? Бұл тегін жұмыс күшін пайдаланатын бастықтың тұзағы. Тоқтаңыз. Заңда тегін стажировка деген түсінік атымен жоқ. Тегін істету мәжбүрлі еңбек. Еңбек кодексінің 7 бабы. Сынақ мерзімі болса да, бірінші күннен бастап шарт жасалып, толық жалақы төленуі тиіс. Так, түсінікті Берікжан, сен давай бұл жерден кет. Шартсыз жұмысқа тартсаң, айыппұл арқалайсың. Тестілік тапсырма берсе, тек PDF және демо белгісімен жіберіңдер. Бұл бастықтың бірінші ғана айласы. Ол тағы қандай тұзақ дайындап қойғанын білгіңіз келсе, біздің арнада қалыңыз. Дәл қазір жазыл.